Сәлем оқушым, глюкоза білім беру орталығына қош келдің. Өзімен географ ұстазың Ерасыл ағай. Бүгін біз литосфералық тақталар және тектоникалық қозғалыстар тақырыбын өтетін боламыз. Яғни біздің материктеріміздің, мұхиттарымыздың астында қандай үлкен литосфералық тақталарымыз жатыр және олар бір-бірімен қалай әрекет етеді. Литосфералық тақталарымыз деген бұл литосфераның неғұрлым ірі бөліктері. Осы литосфералық тақталардың қозғалысын және олардың бар екенін теориясын ең бірінші негіздеген 20 ғасырда неміс ғалымы Альфред Вегенер. Оның теориясына сәйкес осы литосфералық тақталарымыз жылына 2-5 сантиметр қозғалып отырады. Ал енді осы литосфералық тақталарымыз қалай қозғалады? Бізде жоғары мантияда астеносфера дейтін үлкен қабатымыз бар. Бұл қабат қоймалжың жыныстардан тұрады, яғни тұтқырлық қасиеттері қаттылығы төмен, былайша айтқанда сұйық қабатымыз. Осы астеносфераның үстінде литосфералық тақталарымыз жылжып жүреді және бір-бірімен соқтығысады немесе алшақтайды. Енді литосфералық тақталарымыз әлемде бізде кітабымызда негіз 7 литосфералық тақтаны бізге айтады. Ол еуразиялық материктің астына жатқан литосфералық тақтамыз, африкалық литосфералық тақта, одан кейін аустралиялық, солтүстік, оңтүстік америкалық және антарктидалық пен тынық мұхиттық тақталарымызды бізде кітабымызда береді екен. Бірақ та шын мәніне келгенде литосфералық тақталарымыз одан көбірек, мысалы мына жерде филиппиндік бар, одан кейін үнділік және мына жерде Наска, кокос деген сияқты басқа да литосфералық тақталарымыз бар. Бірақ та оны бізде кітапта бермейді. Енді осы литосфералық тақталардың қозғалысының 3 бағыты. Бағана айтқанымыздай литосфералық тақталар бір-бірімен ажырап жатыр және олар осы бір-біріне соқтығысады және де алшақтайды. Енді 3 негізгі бағыты бар екен. Дивергенция бұл литосфералық тақталардың бір-бірінен ажырауы. Конвергенция керісінше бұл литосфералық тақталардың бір-біріне қарай жылжуы. Ал ығыспалы орын ауыстыру бұл екі тақта бір-біріне соғыспайды немесе алшақтамайды, параллель жүріп отырады. Міне осы 3 терминді міндетті түрде жаттап алу керек. Енді өз кезегінде ең бірінші дивергенциямыз, яғни алшақтауымыз екіге бөлінеді. Олар рифтинг және де спрединг. Рифтинг бұл бізде материктердің астындағы литосфералық тақталарымыздың жылжуы. Мысалы бізде ұлы шығыс Африка жарығы пайда болып жатыр. Ол осы Африканың негізгі бөлігінен шығыс Африкамыз бөлініп жатыр деген сөз. Кезінде Үндістанда осы Африкадан бөлініп Евразия материгіне барып жалғасқан болатын. Тура осы сияқты шығыс Африкамыз бөлініп жатыр екен. Келесі спрединг, бұл бізде мұхиттық жер қыртысының ұлғаюы, яғни мұхиттық тақтамыз ажырайтын болса, бұны біз спрединг деп атаймыз. Мұхиттық тақта ажыраған кезде, ол жерде көбінесе жердің астынан магмамыз шығады және мұхит асты жоталарын қалыптастырады. Орта Атлант су асты жотасы осы спредингқа сай келеді екен. Ал рифтинг кезінде жердің бетінде үлкен жарықтар пайда болады, ол жарықтарға су толып, көлдер сол жаққа негіз орын алады екен. Өздеріне картадан қарасаңдар, Африканың осы үлкен бізде шығыс Африка жарығында көлдеріміз Африканың тұрақтаған. Келесі бұл конвергенция немесе тақталарымыздың соқтығысу. Конвергенция өз кезегінде субдукция, абдукция және коллизия деп 3-ке бөлінеді. Енді абдукция ең бірінші, абдукция емес, субдукцияны қарастырайық. Ең бірінші субдукция дегеніміз, егерде мұхиттық тақта мен материктік тақта бір-біріне соқтығысып, мұхиттық тақта бізде жеңілірек болады. Мұхиттық тақта осы материктік тақтаның астына кететін болса, бұны біз субдукция деп атаймыз. Ал егерде бізде керісінше мұхиттық жеңіл тақтамыз материктік тақтаның үстіне шығып кететін болса, бұны біз абдукция деп атаймыз. Міне осыны екіге бөлінеді және үшінші түрі бар. Бұл бізде екі материктік тақтаның бір-біріне соқтығысы. Екі материктік тақта бір-біріне соқтығысқанда көбінесе үлкен таулар пайда болады және жанартаулар атқылайды. Бұны біз коллизия процесі деп атаймыз. Коллизияда, мысалы бізде ОБТ-да осы сұрағымыз өте жиі келеді оқушым. Еуразия және Үнді Аустралия тақталарының шекарасында осы коллизияның әсерінен Гималай әлеміміздегі ең үлкен тау жүйесі қалыптасқан екен. Енді ығысып жылжу немесе параллель қозғалыс. Өздерің көргендей, бағана тақталар бір-бірінен соқтығысып жатыр, бір-бірінен ажырап жатыр. Ал бұл ығысып жылжу екеуі дос, яғни соқтығыспайды немесе бір-бірінен алшақтамайды, олар параллель қатынайды екен. Тура осы сияқты, егерде өздерің GTA San Andreas ойнаған болсаңдар, осы ығыспалы жылжу, параллель қозғалыс жаттау оңай болады. Себебі бізде 3-ақ жарық беріледі осы параллель қозғалыстан. Сан Габриэль, Сан Хасинто және Сан Андрес. GTA San Andreas деген сияқты өздеріңе ассоциациялар жаттап аласыңдар. Енді литосферадағы қозғалыстар несімен қауіпті? Ойлаңдаршы, біздің литосфералық тақталарымыз өте ауқымды, көлемді, салмағы да өте жоғары болып келеді. Қаншама миллион тонналар
Осының әсерінен екі тақта бір-бірімен соқтығысқанда немесе ажырағанда, жылжығанда қаншама жыныстарымыз бізде құлайды, үгіледі. Соның әсерінен жер асты дүмпулер пайда болады. Мына жерде біздің сейсмикалық жер сілкінісі болған нүктелеріміз, олардың бәрі осы қара нүктемен берілген мына картада. Байқасаңдар, бұл қара нүктелердің бәрі бізде литосфералық тақталардың бір-бірімен соқтығысып немесе керісінше ажырасып жатқан жерінен байқалады. Ал жердің негізгі сейсмикалық аймақтары бұл тынық мұхит белдеуі, оны отты шеңбер деп атайды, себебі осы тынық мұхит белдеуін осындай үлкен шеңберіміз алады. Тынық мұхиттың екі жағында тақталарды соқтығысуының әсерінен ол жақта көп жанартауларымыз қалыптасқан. Одан кейін Альпі Гималай белдеуі ол міне жатыр. Қазіргі таңда тау көтерілу процесі ол жерде әлі жүріп жатыр, және Атлант арктикалық белдеуі. Енді жер сілкіністері бұл жылдам жер асты дүмпулері және жер бетінің тербелістері. Тау жыныстарының осы құлауынан, үгітілуінен, литосфералық тақталарының бір-біріне қарай жылжуынан жер сілкіністері болып отырады. Енді жер сілкіністерінің де бізде жаттайтын жерлері бар. Мысалы, жер сілкіністеріміздің осы тақталарымыз өте тереңдікте жатқаннан кейін олар 700 километр тереңдікке дейін болуы мүмкін. Бұл жер сілкінісі болған жерді біз жер сілкінісінің ошағы деп атаймыз. Ол 700 километр тереңдікке дейін жатады. Ал оның жоғары қарай шығып жатқан жері эпицентр деп аталады. Ол міне жатыр. Бұл эпицентр болады. Ал жер сілкінісінің толқындары, бұл яғни осы тербеліс бізде әрдайым күш толқын ретінде жүреді. Толқында, мына эпицентрде мысалы 10 балға дейін жетуі мүмкін. Жер сілкінісі бұл ең күшті дегеніміз сөз, Рихтер шкаласы бойынша 10 балға дейін жетеді. Одан кейін осы толқындарға байланысты ол азая береді. Мына толқында өзінің күшін жоғалтады да 9-ға түседі, одан кейін 8, одан кейін 7 деген сияқты. Енді жер сілкінісінің салдары. Жер сілкінісі болған кезде жер қыртыстарының қозғалуы, ғимараттардың қирауы болады, өзен аңғарларында бізде сарқырамалар пайда болады екен, жердің үлкен аумақтары төмендеп суға тола бастайды. Және осы жер сілкінісінің әсерінен бізде цунами да болады. Цунами ол бізде толқындардың, судың қозғалысы. Осы жер сілкінісі болған кезде ол үлкен толқындар суды күшпен қозғап жүреді материктерге қарай. Яғни мұхиттың астында болған жер сілкінісі. Осының әсерінен цунами, үлкен толқындар пайда болып, материктік жағаға барып ұрылады екен. Келесі жанартаудың атқылауы. Екі литосфералық тақтаның бір-бірінен ажырауынан бізде жердің астында, жердің қойнауында жатқан, астеносферада жатқан магмамыз, яғни қоймалжың жынысымыз жердің үстіне қарай шығады. Бұл бізде тау жасалу процесінде де жүріп отырады. Енді бізде жанартаудың да өзіндік ерекшеліктері бар. Мысалы, жанартаудың шығып жатқан жері, яғни осы магманың шығатын жерін кратері деп атаймыз. Егер де жанартау сөніп қалатын болса, кратері бекітіледі, ол жаққа су толып қалады. Ондай көлдерімізді кратерлік көлдер деп атайды. Және өзегі болады, осы магма шығып жатқан, бұны осы өзегі деп атайды. Енді магма мен лаваның айырмашылығы. Жалпы қалай ажыратамыз? Егер де осы қоймалжың жынысымыз ыстық, бұл жер қойнауында болса, бұны біз магма деп атаймыз. Ал егер де ол жердің сыртына атқалап шығатын болса, біз оны лава деп атаймыз. Енді осы жер бетімізде біздің сөнген, сөнбеген және ұйқыдағы жанартауларымыз бар. Сөнбеген ол енді кез келген уақытта жарылуы мүмкін, атқылауы мүмкін жанартауымыз. Сөнген ол мүлде атқыламайтын, ұйқыдағы қазірше ешқалай атқылау көріністері орын алмаған жанартауларымыз. Сөнгенге бізге Эльбрус, Казбек және Килиманджаро деген сияқты жанартауларымыз жатады. Сөнбеген бұл Ключи шоқысындағы Этна және Мауна-Луа. Ал ұйқыдағы кіші Симачик бұл Ресей Камчатка түбегінде орналасқан жанартауымыз және Пинатуба, Филиппин аралдарында орналасқан жанартауларымыз. Енді жанартаудың атқылауының салдары. Ең үлкен қауіп қатерін жанартаудың күлі алады. Ол ойландар жердің астынан анандай қаншама күлдерді алып шығады да, соны жақын жатқан елді мекендерге таратады және бұлт болып, олар қышқыл жаңбырдың жауынына себеп болады. Міне, күлдері жердің бетіне түскен кезде осындай бейнені алып қалады, жердің бәрін басып қалады екен. Оқушым, осымен литосфералық тақталар сабағымыз бітті. Енді сен литосфералық тақталардың қозғалыстары және литосфералық тақталардың қандай түрлері бар екенін білесің. Келесі кездескенше.